Қалай, родной, машина қалай? Дерзко, родной, мықты екен. Четко ма? Четко. Прикол көрсетейін ба? Көрсетші. Өткізіп жіберші маған, родной. Давай. Жайдаш, соғасын жайдаш, родной, пожалуйста. Онаны, бля. Нормально. Аттың, бля, қылш. Еба, не қылдық, бля, проблемадан проблема шы. Родной, неғып мініп атсың, Стройканы шашатын роднойың. Факты қаншадан алдың? 150-ден алдым. 150-ден қымбаттылық боласың. Көшенің басында мараттар ғой, жерде сол үйінде қандай шырақтармен қалады ғой. 50 теңгеден алдық, 10 теңгеден қалады ғой, кәдімгі оқтай ғой. Айтпайсың сен? Бір рет жұмыста балдардың бәрі қайтып кеткен ғой үйлеріне. Давайындар бара беріңдер деп отырсам, бір КамАЗ цемент келе ғой. Кешке дейін бір өзім түсірем ғой. Белің ауыр. Мына жерім қалың цемент болып қалған ғой, тас болып кіргенсің ғой. Үйге кіріше орайын деп қандай дұрыс? Бір жаппа, екі жаппа қандай? Екі жаппа. Екі жаппа ма? Ана черепицалар бар да, қаңылтырлар бар. Біз ана мектептің сыртын қаңылтырмен жаптық қой, төбесін полный. Бірақ ұшып кетіп жатыр олар ше қазір. Черепица дұрыс қой негізі. Әлімжан бар ғой класстасың. Үйдің крышасын жауып жатамыз да, иығынан цемент түсіріп аламын ғой, короче, көтеріп келеді. Астында ит жатыр екен, итін өлтіріп аласың ғой. Алабай иті бар еді ғой. Мә, братан, қолың мазөл болып кетті ғой. Қара жұмыс қой. Қатып қалған ғой, мынау ше. Любойын қол күрескен алып қоясың. Сіңген тас қойш. Тас қол дейді ауылда. Тас қол дейді біреулер. Тас ол ешкім кетті дейді. Сенің жынды класстастарың. Дұрыс сабағында шашки ойнаймыз. Ой, ағай, шашки ойнағанша біреудің тағдырымен ойнайық та қай. Әлпияты естайсың ба не? Малсың ба? Африкада қаншама ел тамаққа, суға ақша таппай отқандар бар. Пять естайсың ба дейді ғой. Таиланд сияқты мемлекеттерде екі жыныстылар бар екен осындай балдар. Прикинь? Сондықтан қыздар, біз сияқты бір жынысты таза еркектерді бағалаңдар. Азайып баратыр. Біз қызыл кітап бәрін шығарып жазып қойсаңдар. Медет, сен Асқарға 10 мың теңге бердің, сенде қанша ақша қалды? Асқарға 10 мың теңге бермеймін. Жұрттың маған ақша қарсы, сізге берсем беретін жер, маған бермеймін ақша. Басқаша айтсаңшы, алма деп қойсын. Мақалды жалғастырамыз, еңбектің наны тәтті. Қыздардың ерін тәтті Ауылдағы братандардың топ 5 әңгімесі. Қазіргі армия емес, садик ба, баяғы біздің кезіміздегі армияны айт. 2 жыл, 3 жыл служить етіп келесің. Россияда, Санкт-Петербургте. Қазіргі арақтарың арақ емес қой, бір. Мыналар тісің арасында қақ кетіп отыр. Қолынан поқ та келмейді ол бұлар. Мына сымды алып байлаш, Қысыр емген, бәрі қысыр емген ғой. Так, қазір оны табамыз. Анау кесекті алшы. Тасты қойшы анаң оны. Қазіргі жастарың жалқау ма, кісәпір ма? Осы баяғыда сендердей кезімізде күнмен таласып тұрып, анау төмен жақта сексеуіл артып келетінбіз. Үйге қызмет жасаймыз. Жүрістерің мынау. Ішіп жегендеріңе тышқандарың емес. Жасай бер жағаларым, әр сөзіңнен шабыттан. Кино көргендегі досың. Түсіндің ба негізі? Ана шпион, американың шпионмен екеуі бірге қосылайын деп жатыр. Сол үшін ба бар? Не деді? Не үшін кетіп қалды ма? Алдағы уақытта кездесеміз дейді на будущем. Тоқтай тұршы, өзім түсінбей қалам. Брат, мынау достойный кино уже 6-шы рет па көріп жатырмын, сен мен 7-шы рет уже. Қойш? Көш. Атынан төбелеспейді, төбелесетін жер қай жерде ма? Тым қызық дейсің. Раден, осы жерін қарап отыршы. Қараш. Мына жерін қараш. Раден, енді осы жерін қараш. Брат, паузаға басып тұршы, туалетке кіріп келейші. Басында білген мен осы болып шығатынша, просто айтпай отырдым сендерге.